мен past continuous'тың айырмашылығы. Екеуі де іс-әрекеттің өткен шақта болғандығын білдіреді, алайда бірнеше айырмашылықтар бар. Past simple'да, мысалы, I worked yesterday. Мен кеше жұмыс істедім. Ал past continuous'та I was working at 5 o'clock yesterday. Мен кеше сағат 5-те жұмыс істеп жаттым. Байқасаңыздар, мына жақта жұмыс істедім, мына жақта жұмыс істеп жаттым. Екеуінің айырмашылығы. Past simple'да артық мәлімет берілмейді, өткен шақта қандай іс-әрекет жасаған. Ал past continuous'та нақты сағаты жазылады. Көп жағдайда сағат жазылады. Яғни, егерде сіз бір адамға бір нәрсе дәлелдегіңіз келсе, қай уақытта жұмыс істегеніңізді. Мысалы, мен кеше сағат 5-те жұмыс істеп жаттым. Жұмыстан кетіп қалған жоқпын деген секілді. Біреуге дәлелдегіңіз келсе, онда осындай past continuous'ты қолдануыңыз қажет. Ал past simple'да артық мәлімет айтылмайды. Жалпы айта салады, болды. I worked yesterday. Мен кеше жұмыс істедім. Енді екінші мысал. My friend bought a new car on Friday. Менің досым жұма күні жаңа машина сатып алды. Яғни, менің досым жұма күні жаңа машина сатып алды. Ал past continuous'тың мысалында My friend was buying a new car all day long. Менің досым күні бойы, осы бірге жазылады, күні бойы деген сөз. Менің досым күні бойы жаңа машина сатып алып жүрді. Яғни, етістікке ing жалғанады past continuous'та, және көмекші грамматикалық қолданысы бар, was қолданады. Яғни, іс-әрекет past continuous'та өткен шақта іс-әрекет болып жатқанын білдіреді. Яғни, менің досым күні бойы жаңа машина сатып алып жүрді. Яғни, өткен шақта іс-әрекет болып жатты. Ал past simple'да ол жұма күні сатып алды болды. Екеуінің айырмашылығы сода. Байқасаңыздар, past simple'да етістікке еді жалғанады, ал past continuous'та етістікке ing жалғанады, және де көмекші was қолданысы бар. Енді айырмашылықтарын тағы да бір айтып өтейік. Past simple жалпы айтылады, артық мәлімет бермейді. Ал past continuous'та белгілі бір іс-әрекеттің қай уақытта болып жатқандығын білдіреді. Яғни, сол іс-әрекет, яғни сағат 5-те болып жатқанын білдіреді. Яғни, және де уақыттың қанша болғанын білдіреді. Яғни, күні бойы сатып алғанын білдіреді мына жерде.